Сәлем көрермен, менің каналыма қош келдің. Соңғы кезде ағылшын тіліне байланысты видеолар ашық бастады. Енді соны қолға алып, менің бірінші ағылшын аптасына қош келдіңіз. Яғни мен осы артама бір апта бойы ағылшын тіліне байланысты күнде видеоларды жүктеймін. Сонымен бүгін бізде ең бірінші күн. Қош келдіңіз. Және бүгінгі бізде тақырып much, many, few, little және little. Little. Қалағаныңызды айта беріңіздер. Жалпы осы соңғы сөздердің айырмашылығы бір ғана артикль болғанмен, кәдімгідей шатастыратын жері бар. Сондықтан осыны бүгін өтеміз. Сонымен тез созбайық. Біріншіден арнаға тіркел, лайк бас. Сонымен бастайық. Және осы видеоның соңында шағын тест бар, яғни үйренгеніңізді тексеру үшін. Сондықтан осы видеоны соңына дейін көріңіздер және мұқият тыңдаңыздар. Осы ағылшын тілінде саналатын және саналмайтын зат есімдер бар. Саналатынға кәдімгі алма, кітап, қалам, яғни қолмен ұстап кәдімгі саналатын нәрселер. Ал саналмайтын нәрселерге, мысалға ауа, су, тұз, яғни қолмен ұстап біздер кәдімгі бір ауа, екі ауа деп саналмаймыз. Ақша да дәл солай. Бір ақша, екі ақша деп саналмаймыз. Біз тек қана сомамен, массамен, литрмен ғана оның өлшемін айта аламыз. Байқадыңыздар ма? Осы көп жұлдыздар thank you very much деп айтады. Thank you very much for that. Thank you very much. Many, much деген жалпы аудармасы ол көп деген сөз. Ал рахметті біз саналмаймыз. Бір рахмет, екі рахмет деп. Сонда much сөзі саналмайтындармен. Дұрыс. Яғни much сөзін барлық саналмайтындармен, many барлық саналатындармен. Мысалға, I don't like much sugar in my tea. Sugar ол қант. Біз қантты санамаймыз. Яғни осы жақта біз much сөзін қолданамыз. Солай, I don't like much sugar in my tea. Менің шайымда көп қант болғанын қаламаймын дейді. Ұнамайды. Ал many болса ол саналатын. Мысалға, many people speak English. Көп адамдар ағылшын тілінде сөйлей алады. Яғни адамдарды біз саналамыз ғой. Do you have many friends here? Осы жақта достарың көп па дейді. Дәл солай жаттап аламыз. Many саналатын, much саналмайтындармен. Және ағылшын тілінде мөлшерді білдіретін тағы да бір сөздер бар. Ол few және little. Бұларда артикль жоқ, жаттап алыңдар. Few, little сөздері ол кішкене жоқ, менде кішкене ғана азақ қана дегенін білдіреді. Ал артикль қосылған жағдайда a few және a little сөздері кішкене позитивті естіледі. Яғни бірнеше деген сөз. This man has few good friends. This man has a few good friends. Бірінші сөйлем аудармасы, мына адамның аз жақсы достары бар. Екінші сөйлем аудармасы, мына адамның бірнеше жақсы достары бар. Яғни екінші сөйлем кішкене позитивті. Және few, a few сөздері саналатындармен. Ал little, a little саналмайтындармен. Сонымен, few, аз ғана. A few, бірнеше, және many, көп. Саналмайтындар. Little, аз ғана. Дым, аз. A little, бірнеше бар. Және much, көп. Сонымен барынша түсінікті болды деген ойдамын. Енді дәл осыны миымызда қорытып, шағын тест өтейік. Сонымен, бүгінгі біздің бірінші күніміз аяқталды. Бұл шағын тақырып болғанымен өте керек тақырып. Сондықтан, менің келесі видеоларымды да көр. Бүгін бізде бірінші күн, әлі 6 видео шығады. Сондықтан, тезірек арнама тіркел. Лайк бас. Сау! Мына видеолардың қалағаны көр.